Сәлем достар, біз бүгін сметанный пирог пісіреміз. Алғаш жасағаннан дәмді әрі жеңіл сіздерге жасауға кеңес беремін. Біз пирогымызды бастаймыз. Пирогқа қосатын сары майымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы керек, салқын болуы керек. Онға араластыра отырып, үккіштің көмегімен біркелкі етіп өткіземіз. Қант саламыз, бір шай қасық қопсытқышымызды және жұмыртқамызды қосып, жинақтап, қамырымызды илейміз. Қамырымыз 30 минут холодильникке демалу керек. Осы аралықта мен салмасын дайындаймын. 4 жұмыртқаға қантымды сәл-сәл ванилин саламын дәм беру үшін. Көп салудың қажеті жоқ, дәмі ащы болып кетеді. Және қаймағымызды саламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді осының бәрін жақсылап араластырамыз. Мен видеоның астына қажетті ингредиенттерді мөлшермен бәрін түсінікті етіп жазамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей біздің салмамызда дайын болып қалды. Нанымызды шығарып, менде форма 26 сантиметрлік форма. Нанымызды толықтай біркелкі етіп жаямыз. Бұл пирогқа жасалған кезде миксердің қажеті жоқ. Осылай салмамызды да саламыз. Менде жазда қатырған клубникаларым бар. Соны салып, пирогты 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пирогымыз сарғайып піседі. Осылай пирогымызды формадан әбден суығаннан кейін шығарамыз. 1,5 сағаттай суыға қойып қоямыз. Әбден суығаннан кейін барып кескеніміз дұрыс.